Аты әлемге белгілі, адамзат өмірінде үлкен жаңалық ашып, аты қалған ғалым әйелдер бар ма? Әл-Бируни, Әл-Хорезми, Әл-Фараби, Омар Хазірет, Пифагор, Аристотель, Эйнштейн, тағы басқалардың бәрі еркектер. Ал әйелдер қайда? Тарихта бір-ақ әйел бар екен. Ол физик Мария Складовская-Кюри. Бірақ оның күйеуі физик болған екен. Сонымен бірге жүріп, аты әлемге жайылып кеткен. Неге олай? Неге болындай әділетсіздік дейтін шығарсыз? Бұл жерде табиғаттың үйлесімділік заңын байқауға болады. Тағы да бізге гормондар жауап береді. Әйелдерде эстроген және прогестерон деген екі гормон бар. Олардың арақатынасы күнделікті өзгеріп отырады. Сондықтан әйелдер мінезі өте құбылмалы болады. Сан құбылдып отырады. Күліп отырып жылай салады, жылап отырып күліп жібереді. Зейіні өте шашыраңқы. Бір нәрсеге фокусын бағыттай алмайды. Ал еркектерде бір-ақ гормон бар, тестостерон деген. Сондықтан еркектер бір нәрсеге фокус қою өте оңай. Нағыз ер адам айтқан сөзінде тұрады, фокусын бір затқа бағыттайды. Күйбең тіршілікті, үй шаруасын істеуге келген кезде ер адамдар ебегейсіз. Оған тек қана әйел адамның ғана шамасы жетеді, шыдамы жетеді. Ал ер адамдар қоғамды алдыға жетелейтін, үлкен қажырлықты талап ететін жұмыстармен айналысқаны жөн. Сонда бүгінгі бізде қалыптасқан қоғамда хаос жойылатын еді.